Жетпеген махаббатым. Өмірден алынған әңгіме. Мен директорды күтіп тұрғанымда жаныма екі ұл келіп жақындады. Оларға аса мән бергем жоқ. Әдеттегідей жаңа оқушы, бәріне қызық. Олармен сөйлесе келе анықтағаным, олардың бірі менің немере әпкем Анардың ұлы екен. Ал жанындағы оның досы болып шықты. Мектеп-интернатындағы бірінші апта кезінде мен үйге асықтым. Ал кейін үйден интернатқа асығатын болдым. Сабақтардан кейін біз интернаттың оқу залында жиналатынбыз. ұбт жақындап келе жатты. Бәріміз бірге отырып дайындалушы едік. Мен жаңа сыныптастарыма қатты бауыр басып қалдым. Мені Мақсат, Манас, Бабыр, Жанәлі, Нұрғазы іздеген адамдар бірінші кезекте оқу залына келетін. Біз ол жерден тек түнде ұйқымыз келіп шаршағанда ғана шығатынбыз. Қысқы демалыс уақытында мен оларды қатты сағындым. Әсіресе немере ағамның досын. Біз онымен оқу залында әрқашан бірге отыратынбыз. Арамызда достық сезімнен басқа тағы бір мүлдем басқа түсініксіз сезімдер пайда болған сияқты болатын. Мектептен келе асығып тамақтанып алып оқу залына ұшатынмын. 5-10 минуттан кейін ол да келетін. Сол келгеннен біз түнгі 2-ге дейін бірге отыратынбыз. Көңілімде қуанышпен бірге қандай да бір ауыр сезім болатын. Ештеңеге қарамастан мен бақытты болдым. ұбт-ға дейінгі бір ай біздің дайындығымыз түнгі 4-ге дейін созылатын болды. Жұлдыздарға толы түнгі аспан, сылдырлап аққан бұлақ, ауылда орнаған үнсіздік және тест сұрақтары, романтика. Соңғы қоңырау, біз қоштасу вальсін бірге биледік. Біздің арамыздағы шыны тәрізді Қазығұрт тауының басына шықтық. Онда не болса, қандай жағдай болмаса да бір-бірімізді жоғалтып алмаймыз деп шештік. Бірақ мен Астанаға түссем, ол Шымкентте қалды. Студенттік өмір, университет, мен оны қатты сағынып жүрмін. Күнде сөйлесетінбіз. Уақыт өтіп жатты. Біз ұрысып қайта жарасып, осылайша жалғасып жатты. Кейде бір айдай ренжісіп сөйлеспей қалатынбыз. Бір күні бірге болмайтынымызды түсініп, мен оған соғуды доғардым. Нөмерімді ауыстырып тастадым. Жасағандарым ақымақтық та болар, білмеймін не үшін, бірақ оны ұмытқым келді. Махаббатым деген барлық сезімдерімді мен жай ғана оған үйреніп қалғанмын дегенмен теңестіргім келді. Мен өз-өзіме, біз бір сыныпта оқыдық, бірге мектепке бардық, бірге қайттық, бірге тамақтандық, бірге дайындалдық. Күніміздің 16 сағатында бірге болдық. Уақыт өте келе мен оған бауыр басып қалдым. Басқа ештеме емес деп айтумен болдым. Соғуды қойғаннан кейін жарты жыл мен үшін өте ауыр болды. Күнде оны ойлайтынмын, оны ұмытуға тырыстым. Бір күні интернатта оқу залында отырған кезімде ол менен ғашықтық пен жақсы көрудің айырмашылығы бар ма деп сұрады. Менің ойымша екеуі бір сат секілді. Мен солай ойлаймын деп жауап бердім. Ал оның ойланып тұрып, ғашықтық бұл адамды алғаш көргенде немесе қайта-қайта көргенде ол саған ұнайды. Ғашықтық жария етуді талап етпейді, ол жайлы айтпауға да болады. Уақыт өте келе ғашық болған адамның тәтті бір қиял секілді алыстан қол бұлғап қала береді. Адам бір өмірде бірнеше рет ғашық болуы мүмкін. Ал шындық, жақсы көру басқаша. Сен оны күнде көріп жүрсең де онсыз бір минут өткізсең, сол мезет оны көргің келеді. Ол үшін барлығына да дайын тұрасың. Жақсы көруді шексіз сақтауға болмайды. Айтпасаң, сені күнде ішіңнен кемірумен болады. Оны міндетті түрде айту керек. Жақсы көру адам өмірінде тек бір рет қана мәңгілік болады. Ал әрқашан сенің есіңде, жүрегіңде деп айтқаны есімнен кетпейді. Бірінші курсты бітірген жылы жазда біз сыныптастармен кездестік. Ол да болды. Бірақ арамыз алшақтап кеткендей, сәлемдесіп қоштасумен басқа бір-бірімізге ештеме деп сөйлескен жоқпыз. Қазір де бір-бірімізбен сөйлеспейміз. Немере ағамнан оның қалай екенін сұрап тұрамын. Қадамымды қате басқан кездерім көп болар, бірақ та оны ешқашан ұмытпаймын.
кейде өзім соғып алын сұрағым келеді, бірақ оның жүрегін тағы да ауыртып қоям ба деп қорқамын.